Той-думанда ең көп айтылатын тілек. Бақытты болыңдар. Сендерге бақыт тілеймін. Бақыттың ішінде бәрі бар. Логотерапия бұл тілекті құптамайды. Себебі бақытты болуға ең басты кедергі нәрсе бақытты болсам деген арман. Сұрақ мынау. Бақыт деген не? Бұл өмірде расымен бар нәрсе ме? Неліктен бақытты болуға талпыну бақытты болудың басты кедергісі саналады? Жауабы мынандай. Экзистенция философиясы бойынша бақыт деген ғайыптан келген хикметтің сәулесін интуициямен қағып түскен сәттегі тұла бойды билеп әкететін уақытша көңіл күй. Мағыналы бір істі сәтімен шешкен кезде ми арқылы бойға тарайтын рахат сезімі. Сондықтан бақыт жеке объект ретінде жоқ, иллюзияға алдану содан шыққан. Бақытты бір рет ұстап алып, есігімнің алдына мәңгілікке байлап қоямын деген бос дәмемен көбі алданып қалады. Бақытты сезінгісі келген адам күн сайын, сағат сайын, минут сайын ситуациямен қорықпай жекпе-жекке шығуы керек. Қиындықты жеңіп, мәнді игерген сайын бақытты сезімі тұла бойды өзінен өзі билеп алады. Бақытты болуға ең басты кедергі бақытты болсам деген арман. Яғни сағым қуалап, бүкіл өмірін зая кетіреді. Бақытты болу ырықсыз эффектінің нәтижесі. Яғни көбелек сияқты. Көбелекке мән бермесең, мұрныңның ұшына өзі кеп қонады. Қуаласаң ұстатпайды. Бақыт құсы құт пен береке боп шаңыраққа дару үшін ғаламдық маңызы бар. Бұл дүниенің ішіне сыймайтын трансцендентті армандарға құлаш ұруға тура келеді.